Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бүгін біз коммуникацияның құпиялары туралы ой бөлісеміз. Өйткені бұл тақырып өте маңызды. Біз күнделікті өмірде көптеген адамдармен қарым-қатынас орнатып, ой білдіреміз. Бүгін біз осы тақырыпта өзіміздің тәжірибелерімізбен бөлісіп, жақсы қарым-қатынас орнатудың жолдары туралы сөйлесетін боламыз. Бүгін 3 экстраверт жиналып қалыппыз. Жалпы үшеумізде де өмірде коммуникация жөнінде ешқандай қиындық жоқ секілді. Бұл өте жақсы қасиет деп есептеймін. Тақырыпқа келер болсақ, қарым-қатынас орнату өмірімізде үлкен рөл ойнайды. Ал енді осы дұрыс қарым-қатынас орнатудың құпияларын барлығы біле бермейді. Енді менде бір сұрақ туындап отыр. Дұрыс қарым-қатынас орнату үшін ең басты нәрсе не? Менің ойымша, дұрыс қарым-қатынас орнатудың ең басты мәселесі ол түсіністік. Екі адам бір-бірін жақсы түсініп тұрса, одан үлкен жақсы нәтиже шығады. Яғни ол сыйластық деп айтсам болады. Дұрыс айтасың, Гүл ханым, түсіністік өте маңызды, бірақ менің ойымша қарым-қатынастың ең негізгі факторлар, яғни аспектілерінің бірі ол тыңдау деп ойлаймын. Өйткені қазіргі уақытта көп адамдар сөйлейді, бірақ тыңдауға назар аудармайды. Сендердің көзқарастарың қалай? Жалпы тыңдауға келсек, негізі екі жақта бір-бірін тыңдай білсе, жаңа айтып кеттім ғой, түсіністік деп. Тыңдай білсе, ол жақсы түсіністікке апарады. Біз мысалы студенттердің назарына көбінесе мұғалімдер сабақ түсіндіріп жатқан кезде көп студент оны елемей жатады. Оның былай қарап отқанда ол бізге, яғни студенттерге үлкен мәселе, үлкен, яғни орысша айтқанда проблема дейді, үлкен кері әсерін тигізеді. Сол үшін тыңдау арқылы, түсіну арқылы жақсы қарым-қатынас орнатуға болады. Айтқандарыңа келісем қыздар, себебі менің өзімде де осыған ұқсас жағдай өтті. Бұрын мен өте көп сөйлейтін едім, сондай белсенді болдым. Мені жаңағы екінші кісі тыңдап жатыр ма, сөздеріме құлақ асып жатыр ма, оған тіпті мән де бермейтінмін. Солай бір күні мен ойыма мына нәрсе топ ете қалды. Менің айтқанымды біреу түсініп жатыр ма, әлде мен жай бостан-бос сөйлеп жатыр ма деген сияқты. Байқап қарасам, тіпті ешкім мән де бермейді екен. Солай мен енді ең бірінші тыңдаушым кім және менің сөзім екінші адамға қалай әсер етеді, соны түсініп, анализдеп барып сөйлейтін болдым ғой. Түсінгенің жақсы болыпты. Осы орайда мына бір мақал бар ғой, тыңдамаған сөз жетім деген сияқты. Осы орайда бір кеңес бергім келіп отыр. Мынандай тәсіл бар, активті тыңдау деген. Бұл тек қана сөйлеушіні тыңдау ғана емес, сонымен қатар олардың сөйлеу мәнеріне мән беру, олардың сұрақтар қойып, әңгімені жалғастыру. Бұл әңгімені қызықты етуге көмектеседі. Жалпы дұрыс айтасың Жанна, жалпы қарым-қатынаста сұрақ қою деген бар. Екі адам немесе бірнеше адам бір-біріне сұрақ қою арқылы олар бір-бірін жақсы тани түседі. Әңгіме өрбей түседі. Осыған сіздер көзқарастарыңыз қандай, және сіздер қарым-қатынаста ең бірінші қандай сұрақ қояр едіңіздер? Жалпы бұл тақырып маған өте қатты ұнайтын тақырыптың бірі сұрақ қою дейді ғой. Жалпы біздің осы өмірге қалыптасып, тұлға болып қалыптасып бастаған уақытта, яғни дүниеге бір таным, түсінік қалыптастырамыз ғой. Мысалы, кішкентай кезімізден бастап біз өте көп сұрақтар қою арқылы жетілеміз, өсеміз, дамимыз. Мынандай бір статистикалық мәлімет бар екен. Кішкентай бала, яғни 4 жастағы балалар орташа есеппен алғанда күніне 437 рет сұрақ қояды екен. Осыдан ақ сұрақ қоюдың осы өмірімізде дүниені танып білуде, адамдармен қарым-қатынаста қаншалықты маңызды екенін білуге болады. Жалпы біздің мамандығымыз үшін де осы сұрақ қою өте маңызды, сұхбаттасудың кілті деп айтсам болады. Қазіргі уақытта көптеген тренингтер бар, жиындар бар. Сондай уақыттарда адамдар өздерінің сұрақтарын, ішіндегі мәселелерін айта алмай, тосып қалып жатады. Оның өзі білім алуда, бір жаңа нәрсені үйренуде өте үлкен кедергі деп ойлаймын. Сұрақ қойып жатырмыз ғой, сіздерге бір қызықты факт айтайын. Адамдардың 80% тек өзі туралы айтқанда жақсы көреді екен. Мен өзім қатты таңғалғам. Осыны естігеннен кейін мен көбіне тыңдаушы және сұрақ қоюшы позициясына өтіп кетіппін. Себебі жаңағы көп адамдарға сен өзің туралы айта берсең қызық болмай қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Одан кейін мен өзімді бір қызықтырған объект не субъект болатын болса, бірден миымда мынандай сұрақтар тізбектелетін болды. Не үшін, қалай, неліктен, оның нәтижесі қандай деген секілді. Бұған біздің мамандығымыздың да бір септігі тиді деп ойлаймын. Табиғатынан сондайға бейім екенмін сұрақ қоюға деген сияқты. Жалпы сұрақ қоюдың маңыздылығы туралы кәдімгідей айта кеттік деп ойлаймын. Осы орайда бір сұрақ болып тұр. Эмоцияларды басқаруда, яғни эмоцияны көрсетуде қандай факторлар маңызды деп ойлайсыңдар? Жалпы эмоцияны басқаруда көбіне мимика, яғни сөйлеу кезінде дене тіл деп айтамыз ғой. Олар қатты маңызды рөл атқарады.
мысалға мен өзімді айта кетсем, мен өзім эмоцияға қатты беріліп кетемін. Оның өзі адамдарға, яғни маған оның жақсы болып тұрғанымен басқа адамдарға ол керісінше кері әсерін тигізуі мүмкін. Менің эмоциям арқылы басқа адамның мен көңіл күйін түсіріп жіберуі мүмкін. Қолайсыздық тудыруы мүмкін деген жағдайда ма? Ал бұл жағынан мимиканы да қосып жіберемін да, яғни күліп жіберемін, андай кешірім бүйтіп енді ол да жақсы адамдарға әсер етеді, қарым-қатынасқа үлкен әсер тигізеді. Кейде ойыңды жеткізу үшін қолыңмен айтып жіберсең, одан сайын адамға жеткендей болады да. Осы дене тілі туралы айтып жатырмыз ғой. Негізі сөздерден бұрын коммуникацияда мимика, эмоция және дене қозғалыстары үлкен рөл ойнайды. Яғни ол біздің ішкі сезімдерімізді нақты шынайы түрде көрсетеді. Мысалы, бір қуанып тұрған адамның оның қуанышы оның түрінен көрініп тұрады, оның көзі жайнап, төбесі көкке жетіп, барлық әлемге бір нұрын шашып тұрғандай сезіледі. Сол сияқты, егер де бізде бір мынандай жағдай болды өзім басымнан. Бізде бір университетте лектор апай мынандай оқиға айтты. Егер де адам қолын былай бұғаттап, қабағын қатып түйіп, аяқтарын бір-біріне қойып бұғаттап алатын болса, ол адам шынайы түрде мен ашық коммуникацияға дайын емеспін, маған жаңа ақпараттар керек емес деген сигналды ортаға беріп тұрады екен. Содан кейін менде бір мынандай түсінік пайда болды. Егер адам шынымен сондай позицияда болатын болса, мен оған сұрақ қоймас бұрын кішкене зерттеп алуға тырысамын, оның көңіл күйіне байланысты сұрақтар қоюға, көп оны мазаламауға тырысатын болдым. Осы орайда бір оқиғада мен есіме түсіп кетті. Бізде осы дәріс кезінде бір оқытушылар студенттердің мимикасына, отырыстарына мән бермей жатады. Сол кезде бір дәріс оқытушысы осылай жасаған, дәрістің уақытында кәдімгідей былай отқан біреуге келіп қасына келіп, сен мені тыңдамай отырсың, сен осы дәрісті қабылдауға дайын емессің деген сияқты сөздерін айтқан болатын. Осы да кішкене қарапайым мысал деп айта кетсем болады. Жалпы қарым-қатынаста тек қана сөйлеуге ғана емес, мимикаға да назар аудару маңызды. Өйткені мен өзім адамдармен қарым-қатынаста адамдардың бірінші мимикасына назар аударып бастайды екен. Яғни оның түр әлпетінде қандай эмоция тұр, ол егер де көңілі көтеріңкі болатын болса, мен де әрі қарата байланысты жалғастырып кете беремін. Жалпы өзім де сөйлеген кезде қолдарым еріксіз қимылдап кетеді, адамдарға мимикамен барынша екі есе қызықты қылып жеткізуге тырысатынымды байқадым. Мен есіне байқадым туралы. Және қарым-қатынаста көбіне қандай лайфхак қолданасыңдар өздерің? Жақсы ары қарай өрбіту үшін ба, жаңадан танысқанда? Мысалға, менде өмір позитивті ойлайтын адаммын, күнде көңілді жүруге тырысам. Мысалы, бір затқа ренжіп қалсам, мен оны көп болады ғой, апталап, екі апталап ренжитіндер, менде ондай емес. Сол күні көңіл күйіммен жақсы жүремін, сол адамға көңіл күй сыйлағанды ұнатамын. Мен сол тәсілді көп қолданамын. Келісем, Гүлханым, сенде бар қасиет менде де ұқсас келеді деп айта аламын. Өйткені менде позитивті ойлауға өте қатты маңызды мән беретін адамдардың бірімін. Қазіргі уақытта мен өзім көңіл күйім жоқ кездерде сыртқа шықпауға тырысамын. Өйткені сен қанша жерден көңіл күйің жоқтығын жасырғанмен адамдар бірден байқап қалады. Өйткені оның түр әлпетінен, мимикасынан бәрі байқалып қалады деп айта аламын. Сонымен қатар өзім осы мимикаға байланысты қарым-қатынасқа байланысты бір зат айтып кетсең. Жалпы осы білесіз бе, бізде кейде айтамыз ғой, адамдардың сөздік қорлары аз болуы мүмкін, ол жаңағы тек қана мимика жөнінде емес, қарым-қатынаста кейбір адамдар өзінің сөздік қоры аз болғаннан кейін адаммен әңгіме өрбіте алмауы мүмкін. Осы орайда сен қалай ойлайсың, не істеуі мүмкін адамдар? Жалпы қарым-қатынаста адамдар өздерінің ойларын ашық білдіре алмай жатады, өздерінің пікірлерін еркін білдіре алмай жатады. Осы орайда мен кеңес бергім келеді, кітап оқуда қарапайым ғана ақылына ақы сұрамайтын қазына деп айтады ғой. Кітап оқу ол өте маңызды факторлардың бірі. Коммуникацияда мен үшін де өте қатты көмектесетін құралдың бірі деп айта аламын. Кітап менің өзіме қатты ұнайтын тақырыптардың бірі. Кішкене жерге қоямын. Өзіме жалпы ұнаған тақырыпта менде бір әдет бар, ұнаған тақырып болса, сол жайында 2-3 кітап оқуға тырысамын кемінде. Енді коммуникацияға тақырып, осы бойынша мен атақты американдық жазушы Дейл Карнегидің дос табу және адамдарға ықпал ету өнері деген бестселлер кітабын оқыған болатынмын. Сіздерге 3 лайфхакты айтып кетейін. Гүлханның сұрағы бойынша ең біріншісі, адамдармен жаңа таныстықта оны көп мақтау керек екен, және
жаңағы оның әрбір жетістігіне шынайы таңғалу керек екен. Мысалы, Жанна, сенің көзің сондай әдемі, Гүлханым, мен сенің ақындық қабілетіңе қатты қызығамын деген сияқты. Осындай сөздер адамдарды бір-бірімен жақындастырады екен. Екіншісі, ол адамдардың есімін әңгімеде жиі атау. Мысалы, жай ғана қарапайым сөздер болсын, Гүлханым, сөмкемді алып беріп жіберші деген сияқты. Осындай сөйлемдерді қолдансақ, ана адам өзін маңызды сезінеді екен ғой. Иә, адамның өмірде маңызды, бұл өзіне ғана тиесілі есімі екен. Одан кейін үшіншісі, үнемі күліп жүру. Қазақта жақсы сөзі бар ғой, жүзі жылыдан түңілме деген сияқты. Осы сөзді әжем айтып еді. Содан кейін мен де көбіне күліп жүруге тырысатын болдым. Егер де сіз аялдамада тұрып қалып, екінші адамнан көмек сұрағыңыз келсе, жүзіне қарай сол кісінің, яғни сізге жаңағыдай күліп тұрса, әрине көмек сұраудан қымсынбайсыз, иә. Сол сияқты жаңағы Гүлханым позитивті настройда жүремін деп айтты ғой. Университетке алғаш келгенде есімде бірінші Гүлханыммен танысып құрғы болғам, әлі де құр болмас. Себебі менің ол кісі менің өзінің энергиясымен тарта білді, жаңағы күліп, әңгіменің ашықтығы мені сол кезде қатты таңғалдыра білді. Иә, жалпы осы орайда айтқым келіп отыр. Жалпы адамдармен қарым-қатынаста психологиялық білім де артық етпейді деп ойлаймын. Жаңа айтып өткенімдей Дейл Карнегидің кітабы бар ғой, дос табу және адамдарға ықпал ету өнері. Осы кітапты да мен шамамен 1-2 жыл бұрын оқыдым. Өте пайдалы кітап деп айта аламын. Әсіресе интроверт адамдарға, адамдармен қарым-қатынаста қиналатын адамдарға таптырмайтын бір кітаптардың бірі деп айта аламын. Иә, және тағы бір автордың кітабы бар, осы орайда есіме түсіп тұр. Азамат Скафтың «Мен» деген кітабы бар. Білесіздер ме, психология деп жатырмыз. Көбіне өзіне сенімді адамдар мына қоршаған ортаға ашылудан қорықпайды. Самооценка деген жақсы сөз бар ғой қазір трендте. Самооценкасы жоғары адам әрбір қиындықтан тез өтіп кете алады, адамдардан қорықпайды. Сол сияқты жаңағы Азамат Скафтың «Мен» деген жаңадан шыққан кітабы бар. Ішінде психологиялық түрлі жаңағы тапсырмалар бар, теориялық, практикалық. Соны орындай отырып, сіз мына өмірге бейімделе аласыз деп ойлаймын. Өзім де сатып алғам жақында. Шынымен қызықтым. Сонымен қатар Азамат Скафтың қазіргі уақытта подкасттар ютубта шығарылымдар бар ғой. Соны осы жақында қарап бастадым. Өте пайдалы деп айта аламын. Егер де көрмеген көрермен болса, міндетті түрде қарауға кеңес беремін. Өйткені тұлғалық дамуға қатысты көптеген пайдалы ақпараттар осында айтылады. Жалпы негізі айтып жатсыңдар ғой, Азамат Скафт, бәріміз оны көреміз, жаңа сендердің айтқандарыңа қосыламын. Және біздің жасымыз 20-дан, 20-дан асып жатыр. Білесіңдер ме, мультфильм көру адамдардың жаңағыдай күлкі береді, эмоция сыйлайды. Біздің мысалы, ол не қарағанымызға байланысты болады, сол күнгі настроениеміз. Енді әркімдікі әртүрлі. Мысалға, мен шаршап тұрамын, универден шаршап келемін, күнде 1 сағат кітап оқып аламын, өтірік емес ол. Жаңағыдай шоуларда қараймын, және міндетті түрде кино, мультфильмдерді қараған жақсы көремін. Өйткені мен өзім жанында жататын қыздарға да жақсы көңіл-күй сыйлағанды ұнатамын. Жаңа айтып кеттім ғой, ұнатамын деп. Сол барлығымыз мультфильм қарағанды ұнатамыз. Және ол менің анам да, менің әкем де мультфильм қарағанды жақсы көреді. Көңіл көтерудің бір әдісі дейсің ғой. Қызық екен, мен көбіне тәтті жеймін деген сияқты. Өте жақсы лайфхактардың бірі деп айта аламын. Адамдар көбінесе көңіл күйі бір настройда қалып қойса, сонымен түңіліп, уақытының соңына шейін солай жүреді ғой. Адамдарға нашар көңіл күй сыйлап деген сияқты. Осы орайда адам өз-өзінің эмоциясын басқарып, өзінің настройын өзі келтіргені дұрыс деп ойлаймын. Бүгін біз осы тақырыпта керемет бір шығарылым жасадық деп ойлаймын. Яғни тыңдау, сұрақ қоюдың қаншалықты маңызды екенін білдік. Иә, сіздерден көрермендерден бұрын менің өзіме де қызықты подкаст болды сіздермен бірге. Ал енді осыны көрген адамдарға пайдасы ұшан теңіз болды деген сенімдемін. Енді қарым-қатынасымыз жақсы болып, сыйластықта жүрейік. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Қош, сау болыңыздар.